Мың жылдан астам уақыт бойы Ранкендал әулеті империяның ең қуатты қалқаны болып саналды. Оларды өзгелерден ерекшелендірген жай ғана қатал жаттығу мен мол тәжірибе емес еді. Керісінше, олардың бойында туа біткен ешкімге ұқсамайтын ерекше күш болатын. Халық арасында Ранкендалдардың тамырында Айдаһардың ханы бар деген аңыз таралған. Шынында да бұл әулетте туған әрбір адам орасан зор сиқырлық қуатқа ие, табиғаттың кез келген соққысына төзімді, әрі қылыш өнеріне ерекше дарынды болып келетін. Алайда, осы мінсіз әулетте бір ғана ақау бар еді. Ол Джин. Ол ешқандай қабілетсіз, ешқандай дарыны жоқ болып туылғандықтан, әулеті оны ешқашан өз адамы ретінде қабылдамады. Қайда барса да мазаққа ұшырап, қорлық көрді. Тіпті өзінің ұстазының өзі оны адам ретінде есептемейтін. Бұл оның өмірін одан сайын ауырлата түсті. Осындай күндердің бірінде бәрі күрт өзгерді. Қараңғылық шабуыл жасады. От лапылдап, жан-жақтан адамдардың жан даусы естілді. Ранкенделдердің зәулім сарайы күл-талқан болып қирап жатты. Сол сәтте Джин ештеңе істей алмады. Ол қашып та құтыла алмады, ешкімді қорғай да алмады. Ол сол баяғы әлсіз, дәрменсіз күйінде қалды. Ақырында ауыр жараланған күйде ол сұмдық шындықты түсінді. Оларға шабуыл жасап, әулетті қырып жатқан адам өз ұстазы еді. Ұстазы мазақтай күліп, оған суық жанармен қарап, былай деді: "Сенің күн сайынғы жаттығып, қалай тырысқаныңды көріп жүрдім. Бірақ оның бәрі бекер. Қанша тырыссаң да, сен ешқашан ешкім бола алмайсың." Осы сөзден кейін ол еш ойланбастан қылышын сілтеп, Джиннің қолын шауып түсірді. Қан саулап, Джин жерге құлады. Бірақ қанішер ұстазы мұнымен тоқтамады. Ол Джиннің басынан ұстап, күштеп жоғары көтерді де: "Болып жатқанның бәрі тек сенің кінәң", деп ақырды. Сосын оның жүзін жанып жатқан сарайға қаратты. "Сен әлсіз болғандықтан, сенің бүкіл отбасың осылай қырылып жатыр." Осы сөздерді естігенде Джиннің демі тарылып, жүрегі тоқтай қалғандай болды. Дәл сол сәтте біреу оның алдына бір мәйітті сүйреп әкелді. Бұл Джиннің анасы еді. Қимылсыз жатқан анасының бейнесі оның жан дүниесін толықтай күйретіп жіберді. Ұстазының суық даусы соңғы рет жаңғырады: "Оның өліміне сенің кінәң! Оның өліміне сен кінәлісің!" Сол сәтте Джин үшін бүкіл әлем тоқтап қалғандай болды. Соған қарамастан ол соңғы күшін қайта жинап, жүрегін қайта бекемдеп, бермеймін деген жалғыз оймен алға ұмтылды. Бірақ Ранкендел әулетінің сатқынына жетпей жатып, кенеттен басқа біреу пайда болды. Ол Джинді кеудесінен кесіп өтіп, алысқа лақтырып жіберді. Джиннің тынысы тарылып, денесі қозғала алмай қалды. Сол сәтте қанішер ұстазы жай ғана тыныш қарап тұрып, суық дауыспен: "Өткенді ойласам, аздап көңілім көтеріліп қалады", деді. Жерде жатқан Джин үшін дыбыстары біртіндеп бәсеңдеп, айнала қараңғылыққа сіңіп бара жатқандай болды. Оның санасында тек бір ғана ой айналады: "Егер мен күштірек болғанымда ғой", деген өкініш. Сөйтіп бәрі қараңғылыққа сіңіп жоғалды. Бірақ оның оқиғасы мұнымен аяқталған жоқ. Джин кенет көзін ашқанда дәл алдында ұстазы тұрғанын көрді. Сол баяғы адам, сол баяғы күн. Бәрі ештеңе болмағандай. Айнала баяғы жаттығу алаңы сияқты көрінеді. Ұстазы оған ашулана қарап: "Назарыңды шоғырландыр", деп айқайлайды. Джин аң-таң болды. Бұл жай ғана елес пе, әлде басқа бір нәрсе ме? Неге болашақтағы оқиғалар көз алдына келіп жатыр? Бұл оған тағдырдың белгісіндей көріне бастады. Сол сәтте оның алдында бір жүйе тәріздес пайда болып тапсырма берді: "Қарсыластың бетіне соққы жаса". Джиннің қатты таң қалды. Не болып жатқанын түсіне алмады, бірақ бір нәрсені байқады: ұстазы бұл терезені мүлде көрмейді. Ақыры Джин күмәнін тастап, қолындағы таяғын жерге түсірді де, жұдырығын түйіп, бар күшімен ұстазының бетіне соққы жасады. Соққы дәл тиді. Сезімі тым шынайы болды. Ұстазы алғашында аң-таң болып қалды, бірақ кейін ашуланып, қатты шабуыл жасады. Джинді ұрып, лақтырғанда ауырсыну да шынайы сезілді. Джин іштей ашуланып, бұл қалайша соншалықты шынайы болуы мүмкін деп ойлады. Сол кезде ол бәрін түсіне бастады. Жер, жарақат, ауырсыну, бәрі нағыз еді. Бұл жай ғана естелік емес, ол шынымен 10 жыл бұрынғы уақытқа қайта оралған еді. Дәл сол сәтте жүйе терезесі қайта пайда болып, тапсырманың сәтті орындалғанын хабарлады. Ранкендел қабілеті белсендірілді. Джин еш ойланбастан қабылдады. Сол кезде оның кеудесінің тереңінде бір жұмбақ энергия оянып, бүкіл денесіне тарай бастады. Енді оның барлық қабілеттері бұрын-соңды болмаған жылдамдықпен өсетін еді. Ал осының бәрінен бейхабар ұстазы Джиннің анасымен тыныш сөйлесіп отырды. Ол Джинді бұрын-соңды көрмеген ең дарынсыз бала деп
қорлаганымен қоймай, кейін мысқылмен жымиып: "Дәл осындай болғаны үшін мен одан әдейі алыстамадым", деді. Сосын беті бүк етпестен өтірік айтып: "Мен сіздің ұлыңызды міндетті түрде жаттықтырып күшейтемін", деп ананы сендірді. Сесилия ханым мен әулет мүшелері ұстазға сеніп, тіпті алтын беріп балаға ерекше көңіл бөлуді өтінді. Ол сырттай өте сенімді көрінетіндей жауап берді. Сесилия жай ғана жымиып, еш алаңдамайтынын білдірді. Ол өз ұлына шексіз сенетін. Алайда шын мәнінде Рэндон дәлізбен жүріп келе жатып, қолындағы алтынға қарап, ішінен мысқылдап күліп тұрды. Ол ештеңе үйретпей-ақ осынша ақша алып жатқанына мәз болды. Тіпті ана мен баланы іштей ақымақтар деп мазақ етті. Мұнымен де шектелмей, ол басқа бір қожайынға джиннің барлық құпиясын ашып, оның дамуына әдейі тежегені үшін тағы да сыйақы алмақ болды. Ол үшін бұл өміріндегі ең тиімді олжа еді. Келесі сәтте джин жүгіріп бара жатты. Ол бір нәрсеге қатты асығып, бар күшімен алға ұмтылды. Жолдағыларды байқамады, қастарынан зу етіп өтіп жатты. Ол өзін ұстазбын деп айтатын сатқын жай ғана мысқылдап: "Ақымақ неме?" деп күбірледі. Бірақ джин үшін бұл сөздердің енді еш маңызы жоқ еді. Оның баратын жалғыз жері анасының қасы. Алыстан көре сала, ол анасының есімімен айқайлап шақырды. Демегіп жүгіріп түсті. Бірақ жақындағанда бір сәтке тоқтап қалды. Келесі сәтте ол ештеңе айтпастан анасын құшақтап алды. Қолдары дірілдеп, бүкіл денесі қалтырап, көзінен жас еріксіз атқылады. Сол сәтте ол тек бір ғана нәрсені сезінді: анасының тірі екені. Сол жылы сезім өткен өміріндегі суық естеліктермен салыстырғанда мүлде басқа еді. Кенет оның санасында найзағайдай жарқ етіп естеліктер оралды. Рэндонның оны күштеп анасының мәйітін көруге мәжбүрлеген сәті, суық, жансыз дене, жүректі мұздатқан сол сұмдық сезім. Ал қазір бәрі керісінше, жылы, тірі, жүрегі соғып тұрған анасы оның құшағында. Бұл жай ғана түс емес, ол шынымен де 10 жыл бұрынғы уақытқа қайта оралғанын дәл осы сәтте толық түсінді. Джин көз жасын тыймастан іштей бір шешімге келді. Бұл жолы ол ештеңені сол күйінде қалдырмайды. Өзі үшін де, анасы үшін де болашақта өзгертуі керек. Енді Ранкендал қабілетінің арқасында ол мүлде басқа адамға айналды. Бұл жолы ол жай ғана құрбан болмайды, хақ үшін күресте өз орнын қорғай алатын нағыз жауынгер болады. Ең бастысы, ол сол сатқаннан кек алатындай деңгейге жетуі тиіс. Дәл сол кезде жүйенің келесі тапсырмасы пайда болды: денеңді шегіне дейін дамыт. Таң әлі атпаған, айнала тыныш, бірақ джиннің әлде қашан жаттығуын бастап кеткен еді. Оның әрбір қозғалысы тек бір мақсатқа бағытталған. Ол жақсы түсінеді, неғұрлым тез күшеймесе, бәрі кеш болады. Өткен өмірінде ол Blackworth атты барлау ұйымында жұмыс істеген. Бірақ жауынгерлік қабілеті болмағандықтан ешқашан маңызды рөл алмай, тек ақпарат жинаумен айналысқан еді. Ал қазір сол кездегі жинаған барлық құпия мәліметтері кенеттен аса құнды қаруға айналды. Ол бір нәрсені анық білді: енді ол бәрін өзгерте алады. Бұл денені айтарлықтай күшейтетін құпия әдіс еді. Оның шынайы құны тек уақыт өте келе ғана ашылатын. Джин бір кезде өзі түсіне алмаған өте күрделі теорияны есіне алды. Бұрын ол дарынсыз болғандықтан оны меңгеру мүмкін еместей көрінетін. Бірақ қазір Ранкендал қабілетіне ие болған соң, жеткілікті еңбектенсе шынымен де ең мықты бола алатынына сенімді еді. Ол жүгіре берді, тоқтамастан жүгіре берді. Бір сәтте ол өз жылдамдығының бұрынғыдан да әлде қайда артып кеткенін байқады. Жүйе де мұны растап, оның дамуын көрсеткішін тоқтаусыз есептеп тұрды. Көп ұзамай ол әулеттің басқа мүшелері жаттығатын алаңға жетті. Оның шаршауды білмей, құйындай зулап жүргенін көргендер жағаларын ұстап қатты таңғалды. Джин іштей: "Мен бұрыннан осындай қабілетті болдым ба?" деп таңқалды. Кейін қолына қылыш алып жаттығуын жалғастырғанда қозғалыстарының бұрынғыдан жылдамырақ әрі нақтырақ болғанын анық сезді. Бірнеше күн өтті. Түн ортасы. Барлығы тәтті ұйқыда. Ал Джин жалғыз өзі жаттығу алаңында тер төгіп жатты. Сол кезде күзетші бағалаушы оны байқап қалып, аң-таң болды. Бірнеше күн бойы көз ілмей жаттығып жүрген мына адам, бұл шынымен жұрт айтатындай дарынсыз бола ма? деп күмәндана бастады. Ал Джин үшін бәрі шегіне жеткен еді. Денесі әбден шаршап, кез келген сәтте құлап қалатындай күйде болды. Бірақ жүйедегі прогресс көрсеткіші аз-аздан өсіп жатқанын көрген сайын, оның өшкен жігері қайта жанатын. Кеше ол бар күшін салып 90%-ға жеткен еді, бірақ сәл ғана демалғанның өзінде көрсеткіш 89%-ға түсіп кетті. Сондықтан ол бар секундта жоғалтқысы келмеді. 98%, міне, сәл-ақ қалды. Ол қалған бар күшін жинап жылдамдығын арттырды. Демі жетпей, өкпесі жанып жатқандай сезілсе де тоқтамады. Денесі енді шыдас бермейтін шекке жетті, бірақ дәл сол сәтте ол соңғы қадамды жасады.
Сол мезетте жүйе терезесі жарқ ете башлап, тапсырма сәтті орындалды деп хабарлады. Сыйлық ретінде оған ерекше қабілет беріледі, бірақ Джин оны толық оқып үлгермеді. Денесі шамадан тыс шаршағандықтан, ол сол жерде есінен танып қалды. Сонда да жүйе сыйлықта қазір қабылдайсыз ба деп қайта-қайта сұрап тұрды. Қолдары дірілдеп, саусақтары қозғалту қиын болса да, ол соңғы күшімен келісім берді. Келесі сәтте көгілдір жарық лап етіп, оның денесі күрт өзгере бастады. Ішкі күші тасқындап, жаңа деңгейге көтеріліп жатты. Мұның бәрін көрген бақылаушы не істерін білмей орнында қатып қалды. Біршама уақыттан кейін Джин көзін ашты. Ол белгісіз бір бөлмеде жатыр еді. Орнынан тұра бастағанда әлгі бақылаушы келіп, "Бұл 4-ші жаттығу алаңының демалыс бөлмесі" деді. Сосын оған жаны ашығандай қарап ескерту жасады. "Өзіңді бұлай шамадан тыс қинаудың қажеті жоқ, балақай." Джин оны көрген сәтте бірден таныды. Эбен аздап таңқалып баланың өзін әлі ұмытпағанына қайран қалды. Содан кейін ол ресми түрде өзін таныстырды. "Мен 4-ші жаттығу алаңының менеджері Эбен", деді ол суық дауыспен. Ол таңертең жаттығу кезінде Джиннің есінен танып қалғанын, сондықтан оны осы жерге әкеліп демалдыруға мәжбүр болғанын түсіндірді. Джин алғысын білдірген соң Эбен оған бір маңызды нәрсені қатал ескертті. Ранкендел әулетінің заңы бойынша ресми ояну рәсіміне дейін мана орталығын ашуға қатаң тыйым салынады. Джин неге кенеттен бұл туралы айтып жатқанын түсінбесе де ережені білетінін айтты. Сол кезде Эбен тікелей сұрақ қойды. "Онда неге сен мұны бұздың?" Джин қатты таңғалды. "Неге мені бұлай тергеп жатырсыз?" деп сұрады. Ол сыр бермеуге тырысты. Сол сәтте Эбеннің көзқарасы өткірленіп, дауысы мұздай суып кетті. "Сен есіңнен танғанда дәл сол сәтте мана орталығы ашылғандай қуатты толқынды сездім. Сен оны аштың ба?" Алғашында Джин не айтып тұрғанын түсінбеді, бірақ біртіндеп есінен танар алдындағы сәттер жадында жаңғырады. Сол кезде ол жүйеден Айдаһар жүрегі деген теңдессіз сыйлық алған еді. Тек бұл ғана емес, тапсырманы орындау арқылы ол өткен өміріндегі 10 жылдық сиқырлық қуатты да қайта иеленген болатын. Осыны ойлаған сәтте Джин үнсіз қалды. Өйткені Айдаһар жүрегі жай нәрсе емес. Әдетте адамдар мана орталығын іштің төменгі бөлігінде орналастырады. Себебі адам жүрегі мұндай орасан қуатты көтере алмайды. Ал Айдаһарлар жүрегі мүлдем басқа жаратылыс. Олардың жүрегі кез келген күшті толықтай игере алады. Сондықтан Айдаһар жүрегі әсіресе ранкендалдар үшін ең жылдам күшеюдің құпия жолы саналады. Бірақ адамзат тарихында ешкім бұл шекті деңгейге жеткен емес. Ал қазір Джин сол мүмкіндікті қолға түсірді. Алайда бұл тек артықшылық қана емес, өте қауіпті жағдай еді. Оның алдында отырған адам жай ғана күзетші емес. Эбен бұрын атақты ақ сауытты атты әскердің қолбасшысы болған. Сол қолынан айырылғаннан кейін қана зейнетке шыққан аңыз адам. Оның айбары сонша тіпті жындардың, айдаһарлардың өзі оны құрметтейтін. Ол ешқашан өтірік пен қорқақтықты кешірмейді. Егер Джиннің құпиясын біліп қойса, оның басы иығында қалмауы әбден мүмкін. Соған қарамастан Джин іштей жымиды, өйткені оның жоспары бар еді. "Әшкереленбесем бәрі жақсы." Ол сабырлы, бірақ нық дауыспен жауап берді. "Жай ғана жорамалға сүйеніп, Ранкендел мұрагерін айыптау қаншалықты дұрыс?" Сосын сөзін сәл салмақтата түсіп, "Айтқан сөзіңіздің салдарына жауап бере аласыз ба?" деді. Эбен бір сәтке үнсіз қалды. Джин сөзін нық жалғастырып, өзінің жай ғана бала емес, қасиетті Ранкендел әулетінің тікелей мұрагері екенін есіне салды. "Егер маған негізсіз айып тағылса, бұл бүкіл әулеттің абыройына таптаумен бірдей" деді ол суық жанармен. Эбен бұл сөздің салмағын іштей мойындап үнсіз қалды. Сәлден соң Джин оның өзіне қарсы сұрақ қойды. "Эбен мырза, заң бойынша мұрагерді негізсіз қорлағанның жазасы қандай еді?" Эбеннің жүзі селт етпеді. Ол нық жауап берді. "Әрине, өлім жазасы." Джин қанағаттанғандай мысқылмен жымиды. "Онда келесіде сөзіңізді ойланып сөйлеңіз, себебі менің шыдамымның да шегі бар." Эбен оның мынандай шұғыл өзгерісіне қарап іштей есеңгіреп қалды. Бұл шынымен бұрынғы жасқан шақ бала ма? Мынау нағыз жыртқыштың көзқарасы ғой деп ойлады ол. Дегенмен Эбен өз түйсігіне сенетін. Ол бәрін соңына дейін тексеруге бел буды. Бірақ келесі сәтте ол мүлде күтпеген жағдайға тап болды. Ол Джиннің бойынан мана іздеп еді, бірақ оның манасы мүлде сезілмей, жасырлап қалған. Эбеннің жүзі кенет өзгерді. "Мүмкін мен қателестім бе? Әлде ол манасын тым шебер жасырып тұр ма?" деген күмән ұялады. Ал Джин болса, бойындағы тәкаппарлықты жасырмайды. "Енді көңіліңіз толды ма? Егер айыбыңызды дәлелдей алмасаңыз, жазаға дайын болыңыз", деді. Ереже бойынша Эбен тізерлеп, басын төмен иді. Ол өз қателігі үшін өмірмен төлеуге дайын екенін білдірді. "Мені жазалаңыз, мұрагер мырза, мен шектен шықтым" деді.
Дәл осы сәтте Джин маңызды шындықты іштей түсінді. Айдаһар жүрегі қарапайым мана орталығы емес. Бұл қолданушы толық басқара алатын, қаласа тіпті жоқ қылып жасырып қоятын ерекше жаратылыс. Адамзат тарихында ешкім бұған ие болмағандықтан, ешбір сарапшы Джинді дәлелсіз айыптай алмайды. Джин Эбенді өлімге қиюдың орнына жай ғана қолынан тартып, орнынан тұрғызып: «Мұндай қаталдыққа барудың қажеті жоқ», деді ол аузын жасартып. Сосын: «Шындықты табу үшін өз басын қатерге тегетін адал жандар қазір сирек кездеседі. Мен сіздің батылдығыңызды бағалаймын», деп қосты. Алайда шын мәнінде Джиннің өз есебі бар еді. Ол Эбен сияқты аңызға айналған жауынгерді өлтіріп, босқа жоғалтқысы келмеді. Мұндай күшті адамды өз жағына шығару болашақтағы тақ таласында таптырмас көмек болмақ. Соңында Джин мананы ерте ашудың денеге зиян екенін, өзіне алаңдағаны үшін риза екенін айтып, бөлмеден шығып кетті. Эбен болса есінен танған баланы емес, нағыз патшаны көргендей аң-таң күйде қала берді. Енді бәрін өз бақылауына ұстап тұрғандай сезінді. Өйткені ол тек айдаһар жүрегіне ие болып қана қоймай, өткен өмірдегі 10 жылдық сиқырлық тәжірибесінде бойына сіңіріп алған еді. Бірнеше күннен кейін Рендон, яғни ұстазы, тағы да айқайлап: «Қылышты сәл оңға бұр, неменеге езіліп тұрсың?» деп бұйырып тұрды. Джин әдейі әлсіз болып көрінуге тырысса да, мұндай қорлыққа шыдау барған сайын қиынға соқты. Ол бір нәрсені анық байқады: Рендон оған әдейі қате техника үйретіп жатыр. Бұл кездейсоқтық емес еді. Оның артында Джиннің дамуын тежегісі келетін басқа бір құдіретті күштің тұрғаны айқындала түсті. Өткен өмірінде оған соңғы өлім соққысын жасағанда дәл сол құдіретті күші бар адам еді. Кенет Джин қолындағы ағаш қылышты күшпен сындырып, ұстазының көзіне тік қарады да: «Мен енді сенің сандырағыңды тыңдамаймын», деді ол нық дауыспен. Рендон аң-таң болып қалғандай. Джин оның бетіне шындықты басты. «Сенің үйретіп жүргенің қоқыс. Осындай деңгеймен қалайша сен орта деңгейлі қылышкер деген атқа қалай ие болғаныңа мен әлі де таң қаламын. Мұндай әлсіздікпен сен біреуді жеңе аламын деп ойлайсың ба?» Рендонның ашуы лап ете түсті. Бірақ Джин шегінбеді. Бұл оның жоспары еді. Ол ұстазын ел алдында масқаралап, оны осы қызметтен құлатқысы келді. Егер жағдай ушықса, бұл міндетті түрде әулеттің жоғарғы кеңесіне жетеді. Сонда нағыз көлеңкедегі жау әшкерленбек. Келесі көрініс зәулім сарайдың бөлмесі. Бір шаш жігіт асығыс жүгіріп кіріп: «Эттон мырза, Аранкендел әулетінің әлгі қоқысы келесі аптада өз ұстазымен жекпе-жекке шығады», деп хабарлады. Аттон үнсіз отырып, тіпті қолындағы кесесін де көтермеді. Әлгі жігіт мазақтап: «Осы жекпе-жектен кейін ол мүгедек болып қалатыны анық», деді сенімді түрде. Сол сәтте Эттонның қолындағы кесе ұшып барып, жігіттің бетіне сарт ете қалды. Ол сол жерде тілсіз құлады. Эттон суық дауыспен: «Мұндай бос сөздер мені қызықтырмайды. Әлсіздердің тағдыры маған маңызды емес», деді. Өйткені ол империяның солтүстігіндегі 4 алып жауынгердің бірі, атақты күн сарысқан еді. Сол сәтте бөлмеге 9 айдаһардың бірі, көк аспан айдаһары Обон кіріп келді. Обон байсалды түрде: «Аз ғана қателік болса, бәрі бақылаудан шығып кетуі мүмкін. Аранкендел әулетінде күтпеген жағдайлар әрқашан болады», деп ескертті. Эттон мысқылдап: «Тіпті егер ол өз-өзін құртып жатса, бізге тек тиімді», деп жауап берді. Бір аптадан кейін 4-ші жаттығу алаңына көп адам жиналды. Тек әулет мүшелері ғана емес, империяның ең ықпалды тұлғалары да осында еді. Алаң ортасында Джин тұр. Жүздеген адамның мыстай суық көзі оған қадалып, ауада ауыр шиеленіс орнады. Алғашында ол тек кек алуды ойлаған, бірақ енді бұл жекпе-жек бүкіл империяның назарын аударған үлкен оқиғаға айналды. Соған қарамастан Джиннің жүрегінде қорқыныш емес, оттай жанған кек сезімі бар еді. Дәл сол сәтте оның көз алдында жүйенің хабарламасы жарқ ете қалды. 3-ші тапсырма: Рендонмен жекпе-жекке түсіп, оны өлтіру.